Оғаш дүниелер сериалының оқиғасы 1983 жылы Индиана штатындағы Хокинс деген шағын қалада басталады. Алғашқы көріністе біз зертханада бір ер адамның дәлізбен жанталаса қашып бара жатқанын көреміз. Ол түсініксіз бір нәрседен қашып бара жатқаны анық. Ер адам лифтке секіріп мініп, өзін қауіпсіз жерде қалдың деп ойлайды. Бірақ қателескенін бірден аңғарады. Лифттің төбесіне жабысып алған бір құбыжық оған дейін ішке кіріп үлгерген еді. Есіктер жабылған сәтте сол беймәлім жаратылыс шабуылға өтеді. Осыдан кейін біз басты кейіпкерлермен танысамыз. Бұлар 12 жастағы Майк, Бастин, Лукас және Уилл. Олар Майктың жертөлесінде отырып, Dungeons and Dragons ойынын қызықтап жатыр. Алайда ойын ұзаққа бармайды. Өйткені Майктың анасы Керен жертөлеге түсіп, түн болып қалғанын ескертеді. Сағат әлде қашан 10 болған. Ертең сабақ. Жігіттер тарауға дайындала бастағанда, Дастин соңғы қалған пицца тілемін алып, Майктың әпкесі Нэнсиге апармақ болады. Өйткені оған жасырын түрде ұнататыны бар. Бірақ Нэнси оны мүлдем байқамайды. Сыртқа шыққан соң Дастин Нэнси бұрын-бұрынғыдай көңілдеді, ал қазір Стивпен жүре бастағаннан өзгеріп кетті деп айтады. Содан кейін әр қайсысы велосипедтеріне мініп үйлеріне бет алады. Уилл үйіне тезірек жету үшін орманға апаратын қиғаш жолмен кетеді. Бұл жолды олар Мерквуд деп атайды. Жол бойында оның велосипедінің шамы әлсін жыпылықтап, кейін мүлде сөніп қалады. Қайта жанған сәтте жолдың дәл ортасында тұрқы биік қараңғы бір бейне пайда болады. Уилл қорқып тежей алмай құлап түседі де бірден үйіне қарай жүгіре жөнеледі. Үйге жеткенде іште ешкім жоқ болып шығады. Ол 911 нөмірін тереді, бірақ тек түсініксіз дыбыс естіледі. Сол кезде ішкі есік құлыптаулы тұрғанына қарамастан өздігінен ақырын ашыла бастайды. Қорыққан жан Уилл артқы аулада тұрған сарайға қарай жүгіріп, қолына мылтық алады. Оқ салып есікке бағыттайды. Бірақ ойланып үлгермей жатып, сол жұмбақ жаратылыс дәл артынан пайда болады. Бір сәтте Уилл ғайып болады. Тіпті тұрған жерінен белгі де қалмайды. Ертесіне таңертең шериф Джим Хоппер өзінің трейлерінде оянып жұмысқа жиналады. Жергілікті жаңалықтарда бүкіл аймақта үлкен жарық өшуі болғаны айтылып жатады. Ал бұл кезде Уиллдің анасы Джойс пен ағасы Джонатан оның түнде үйге қайтпағанын анықтайды. Джойс Майктың анасы Керенге хабарласып, Уилл солардың үйінде болуы мүмкін бе деп сұрайды. Бірақ Керен ол 8-ден кейін үйден кеткенін айтады. Күндіз Хокинс орта мектебінде Майк, Дастин және Лукаста Уиллдің қайда екенін ойлап әлек. Бірақ олардың әңгімесін Трой және Джеймс есімді екі бұзақы бөлшектейді. Мектепте Нэнси құрбысы Барбарамен сөйлесіп тұр. Барбара одан Стивпен шын мәнде көңіл қоспағанын сұрайды. Нэнси жоққа шығарғанымен шкафын ашқан сәтте Стивтің оған жуынатын бөлмеде кездесуді өтінген хатын көріп қалады. Сол жерде екеуі бір-біріне жақындай түсетін, ұзақ толқынысы басылмаған сәтті бастан өткереді. Кетер кезде Стив сол кеште Нэнсидің үйіне келетінін айтады. Шериф Хоппер полиция бөлімшесіне келіп, кеңсесіне кіргенде, онда Джойстың күтіп отырғанын көреді. Джойс қатты уайымдап, ұлын табуға шындап кірісуін өтінеді. Хоппер әзірге аса қауіп көрмей, Уилл ажырасқаннан кейін бөлек тұрып жатқан әкесі Лоннидің үйіне барған шығар деп болжайды. Оқиға қайтадан маусымның басындағы Хокинс зертханасына ауысады. Доктор Мартин Бреннер бастаған бірнеше қызметкер қорғаныш киімдерін киіп жертөлеге түседі. Тереңірек барған сайын олар қабырғаның орнында тұрған алып ымырүйген саңылауды көреді. Оның бетін сұрғылт бүлкілдеп тұрған белгісіз зат жапқан. Сол жерде тұрғандардың бірі Бреннерден құпия жаратылыс осы жерден шықпағанын және қызға не болғанын сұрайды. Бреннер қыз тым алысқа бара қоймағанын айтады. Ал сол уақытта аурухана халатын киген жалаңаяқ бір қыз орман ішінде сенделіп жүр. Басы тақыр қырылған. Біраздан соң ол Беннидің бургерханасына кіріп кетеді. Дөңгелек үстелдің үстінде тұрған картопты көрген кезде үнсіз ғана алып жей бастайды. Дәмхананың егесі Бенни оны байқап қалады. Қыз қашып кетпек болады. Бірақ Бенни оны тоқтатады. Ашуланудың орнына ол оған бургер әзірлеп береді. Қызбен сөйлеспек болады. Алайда қыз мүлде тіл қатпайды.
Сол кезде Бенни оның сол қолындағы мөл бір деген таңбасын көреді. Қыздың үйінде жағдай қиын болуы мүмкін деп ойлап, ол әлеуметтік қызметке хабарласады. Телефонмен сөйлесіп тұрған сәтте қыз жанында қатты шулап тұрған желдеткішке көзін тік қадайды да, оны ұстамастан-ақ желдеткіштің дыбысы аяқ астынан тоқтап қалады. Сабақтан кейін Лукас, Дастин және Майк мектепте қалуды ұйғарады. Олар ғылым пәнінің мұғалімі Скотт Кларктан мектепке жаңа орнатылған радио құрылғыны көрсетуді өтінеді. Мұғалім оларды радиоклуб бөлмесіне апарып жүйені көрсетеді. Бірақ олар қолдануға үлгермей жатып, директордың кеңсесіне шақырылады. Ол жерде Хоппер мен орынбасары Келлахан күтіп отыр. Балалар Уилл үйге қайтқанда жүретін бағытын, яғни Меркут деп атайтын орман арасындағы жолды түсіндіреді. Олар іздеуге көмектескісі келетінін айтқанда, Хоппер бұл ұсынысты дереу қабылдамай, балалардың үйлерінде болуы керек екенін қатты түрде ескертеді. Зертханада біраз қызметкер қала тұрғындарының телефон қоңырауларын бақылап отыр. Сол сәтте Джойс та Лониге хабарласуға тырысады. Бірақ тұтқаны оның жаңа қызы көтеріп, сыпайы түрде қайта қоңырау шалмауын өтінеді. Одан кейін оқиға Уилл бір кезде өзі жасап алған шағын баспанасын көрсететін естелікке ауысады. Ол жерді ол Castle Byers деп атаған. Қазіргі уақытта Джойс пен Джонатан сол баспанаға барып, Уилл сонда болуы мүмкін деп үміттенеді. Алайда ол жер бос болып шығады. Шериф пен екі офицер Уилл жоғалған түні ол жүріп өткен жолға келеді. Сол кезде Хоппер Уиллдің қалдырылған велосипедін байқайды. Велосипедті Байерстердің үйіне келіп, аумақты тексере бастайды. Үйдің итінің үре бастағанын естіп, оның сарай жаққа қарап тұрғанын көреді. Хоппер сарайды тексереді, бірақ ілігетін ештеңе таппайды. Осы уақытта Беннидің дәмханасына өзін әлеуметтік қызметтің қызметкері Кони Фрейзер деп таныстырған әйел келеді. Бенни оны ішке кіргізген сәтте, әйел қолындағы қаруын шығарып, оған ауыр жарақат салады. Не болғанын түсініп үлгерген татуировкалы қыз артқы есіктен қашып шығып, бой тасалайды. Кешкі ас уақытында Майк анасынан Уиллді іздеу жұмысына қосылуға рұқсат сұрайды. Ал Нэнси Барбараның үйінде қалуға боламы деп өтінеді. Керен екі өтінішті де қабылдамайды. Сол жерде бауырлар арасында дау туып ашуланған Майк Нэнсидің Стивпен жақындасып жүргенін ата-анасына айтып қояды. Нэнси ренжіп кетіп қалады, ал Майк та артынан шығып кетеді. Түнде еріктілер орманды кезіп, Уиллді іздеуді бастайды. Хоппер осы кезде мистер Кларк пен Уилл туралы сөйлеседі. Әңгіме барысында шериф өзінің қызы бар екенін, оның анасымен бірге тұратынын айтады. Бірақ іздестіру тобының бір мүшесі Кларкке шерифтің қызы талай жыл бұрын өмірден өткенін сыбырлап жеткізеді. Сол уақытта Майк, Лукас және Дастин рациялар арқылы сөйлесіп, кездесуге келіседі. Майк үйден жасырынып шығып велосипедіне отырады да, Стивтің Нэнсидің терезесіне көтеріліп бара жатқанын байқайды. Үш дос Уилл жұмбақ жаратылысты көрген жерге жетеді. Велосипедтерін қалдырып, орман ішіне тереңірек кіріп, Уиллді іздеуге кіріседі. Дастин дауыл жақындап келе жатқанын айтып, бұл жер Уилл жоғалған аймақ екенін, ал өздерінде өзін қорғауға жарайтын еш нәрсе жоқ екенін ескертіп, кері қайтуды талап етеді. Сол сәтте олар жақын маңда қозғалыс дыбысын естіп, алдыларынан бейтаныс қызды көреді. Джойс пен Джонатан Уиллдің жоғалғандар қатарына қосылғаны туралы хабарға қоятын суретті таңдау үшін отбасылық фотоларын ақтарып шығады. Джонатан өзін кінәлай бастайды. Барлығы жұмыста қалып қойғанынан болды деп ойлайды. Джойс оған ештеңеге кінәлі емес екенін айтып жұбатады. Сол кезде телефон шырылдап, әңгіме үзіліп қалады. Джойс тұтқаны көтергенде, ар жағынан Уиллдің тымысы секілді дыбыс естіп, артынан жануарға ұқсас күңкіл естіледі. Тұтқа кенеттен жеңіл ток жүріп өткендей қолын қарып өтеді. Осы уақытта үш дос бейтаныс қызды Майктың жертөлесіне алып келіп, оның кім екенін анықтауға тырысады. Қыз тіс жармайды. Майк оған таза киім береді, ал ол киініп жатқанда Лукас оған сенбейтінін айтып, оны жақын маңдағы Пенхерст мекемесінен қашып шыққан шығар деп болжайды. Лукас пен Дастин бұл туралы ересектерге айту керек деп ойлайды. Бірақ Майк қарсы болады. Егер арнаны қаржылай қолдағыңыз келсе, Каспи арқылы жазыла аласыз. Барлық сілтемелер сипаттамада берілген. Әр тиын үшін рахмет. Олар түнде үйден шығуға болмайды. Егер ата-аналары біліп қойса, бәрінің үйден шығуына тыйым салынады. Майк жоспар құрады.
Жоспар бойынша қыз сол түні жертөледе қалады. Ал таңертең Майк оны алдыңғы есікке дейін шығарып салады. Ол есікті қаққан кезде анасы оны адасып қалған бала деп ойлап, әлеуметтік қызметке хабарласады. Дастин мен Лукас бұған келіседі. Олар үйлеріне тараған соң, Майк қызға көрпе жастықтан шағын орын дайындайды. Сол кезде оның қолындағы 011 деген татуировканы байқап, оны қысқаша Л деп атауды жөн көреді. Ертесі күні таңертең Хоппер Джойсқа іздеу жұмыстары әзірге нәтиже бермегенін айту үшін Байерстердің үйіне келеді. Ол түндегі дауылға қарамастан бүкіл орманды тексергендерін, бірақ ешқандай ілік таба алмағандарын түсіндіреді. Джойс оған күйіп кеткен телефон тұтқасын көрсетіп, кеше Уиллмен сөйлескеніне сенімді екенін айтады. Хоппер мұнының барлығын дауыл кезінде желілерде болған ақаудан көреді және Джойстың сөзін растамайды. Лони әлі жауап бермегендіктен шериф оны өзі барып көрмек болады. Джонатан барғысы келетінін айтса да, Хоппер оған үйде қалып, анасына тірек болу керегін айтады. Таңғы ас кезінде Майк бір вафлиді артық алып жертөлеге түсіп, оны Элге апарып береді. Ол өзінің жоспарын тағы түсіндіреді. Эл үйдің сыртын айналып өтіп алдыңғы есікке келіп қашақса, анасы оны адасып кеткен бала деп ойлап, әлеуметтік қызметке хабарласады. Бірақ Эл кері қайтқысы келмейтінін айтады. Өйткені оны іздеп жүрген өте қауіпті адамдар бар екенін жеткізеді. Зертханада Бреннер Джойстың полицияға қоңырау шалған жазбасын тыңдап шығып, оның шынымен Уиллдің дауысын естідім деген сөзін тексереді. Іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Хоппер Келвинді Джойсты әжуалап, орынсыз қалжыңдағаны үшін ұрсып тастайды. Қасында тұрған Каллахан Хоппер мен Джойстың арасында бұрын не бір жақындық болған ба деп сұрайды. Келвин бұған жай ғана ишара жасап күледі. Стив ата-анасы бірнеше күнге үйде болмайтынын айтып, Нэнсиді өз үйіндегі кешке шақырады. Сол кезде олар Джонатанның Уиллдің жоғалғаны туралы парақшаларда іліп жүргенін байқайды. Нэнсиден басқа бәрі оны мазақ етеді. Джонатанның достары жоқ, жалғыз жүретін бала екені анық көрінеді. Нэнси оған жақындап, бауырының жоғалып кетуіне шын жүректен жанашырлық білдіреді. Джонатан әкесіне бару үшін жолға шығып, жол бойы Should I Stay or Should I Go әнін тыңдайды. Флешбекте ол мен Уиллдің осы әнді бөлмеде бірге тыңдап отырған сәті көрсетіледі. Ол кезде Джойс Лоннимен телефон арқылы ұрысқан еді. Лукас пен Дастин Майк сабаққа кешігіп жатыр деп ойлайды. Ал іс жүзінде Майк мектепке мүлде бармай үйінде қалып қойған. Ол Элге теледидарда отбасының суреттерін, сондай-ақ әкесінің сүйікті креслосын көрсетеді. Элге дәл сол орындық ерекше ұнайды. Осы уақытта Джойс дүкенге барып, күйіп кеткен телефонның орнына жаңасын сатып алады. Ол біраз уақыт жұмысқа шыға алмайтынын айтып, 2 апталық аванс сұрайды. Дүкен иесі Дональд Мелвальд оған жаңашырлық танытып, ақшаны қолына ұстатады. Джойс пен Джонатан үйден тыс жүрген кезде Хокинс зертханасының қызметкерлері Байерстердің үйіне келеді. Олар арнайы құрылғымен сарай жақтан шыққан энергетикалық толқынды анықтап, тақтайдың бірінен тамып тұрған қара сұйықтықты байқайды. Майктың үйінде Эл Уиллдің суретіне қарап, оны танитынын айтады. Бұл Майкты қатты таңғалдырады. Ол сұрақ қоймақ болғанда, анасы үйге кіріп келеді, Майк Элді жасыруға мәжбүр болады. Ол қызды гардеробқа тығып, есікті мықтап жауып қояды. Қараңғыда Элдің есіне өткен күн оралады. Ол өзін әке деп атайтын доктор Бреннер қызды кішкентай қара бөлмеге қамап қоюды бұйырған сәт. Эл сол жерден шығаруды сұрап жалбарынады. Қазіргі уақытқа қайта оралғанда Майк анасымен сөйлесіп болған соң, гардеробтың есігін қайта ашады. Ішінде Эл жылап отырғанын көреді. Джойс үйге оралып, күйіп кеткен телефонның орнына жаңасын қосады да, тағы қоңырау түсер деп күтіп отырады. Тас карьерін тексеріп жүргенде, Хоппер Каллаханға шетіне тым жақындамауды ескертеді. Өйткені ол жерден құлау өте қауіпті. Сол сәтте хатшы Флоренс рациямен байланысып, Беннидің дәмханасында орын алған жағдай туралы хабар береді. Полиция келгенде дәмхана иесі Беннидің өмірден өткенін көреді. Келвин мен Каллахан мұны өзіне өзі зиян келтірген болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ Хоппер Беннидің көп жылдан бергі жақын танысы екенін айтып, бұл жағдайдың ешқандай да қалыпты көрінбей тұрғанын түсінеді. Джонатан әкесі Лонидің үйіне келсе де, Уиллді таппайды.
Лони оған қоныс аударуды ұсынады, бірақ Джонатан бұл ұсынысты бірден кері қайтарады. Кетер алдында ол Лониге Уиллдің іздеу парақшасын қалдырып, кіші ұлының бейнесін ұмытып қалмасын деген ишара жасайды. Сабақтан кейін Лукас пен Дастин Майктың үйіне келеді. Лукас елдің әлі де осында тұрып жатқанына ренжулі. Майк оның Уиллды суреттен танығанын айтады. Лукас оның шын айтып отырғанына сенбей, бәрін Каренге жеткізбек болады. Сол кезде эл қабілетін пайдаланып, бөлменің есігін тарс жауып тастайды. Балалар бұрылып қарағанда, елдің мұрнынан қан аққанын байқайды. Хоппер Беннидің досы Эрлмен сөйлеседі. Эрл Бенни соңғы күндері өзін жайлы ұстағанын, ешқандай жағымсыз ойы байқалмағанын айтады. Әңгіме арасында ол Беннидің қасында шашы қысқа бір бала болғанын еске салады. Хоппер оны Уилл деп ойлайды. Шын мәнінде ол Эл еді. Эрл оны ұл деп шатастырып алған. Кешкі ас кезінде Нэнси Каренді Уиллды қолдауға арналған жиналысқа жіберуге көндіреді. Бірақ шын мәнінде ол Стивтің үйіндегі кешке бармақшы. Сол уақытта Дастин мен Майкл баспалдақтан түсіп келе жатқанын көріп, ешкім байқап қалмау үшін түрлі дыбыс шығарып, бірдеңе көрсетіп жатқансып, барынша назарды басқа жаққа аударуға тырысады. Уиллды іздеу жұмыстарын жүргізіп жүрген Кларк су ағатын құбырдан жыртылған мата тауып алады. Іздеу тобы сол бағыттен жүріп отырып, құбырдың тікелей Хокинс зертханасының аумағына апаратынын көреді. Нэнси мен Барбара Стивтің үйіндегі кешке келеді. Майкелге кешкі астан қалған тағамды алып барады. Ал Дастин мен Лукас бұрынырақ айтқан дөрекі сөздері үшін кешірім сұрайды. Дегенмен Лукас оған әлі де сенімсіздікпен қарайды. Үстел үстіндегі ойынның жанында отырған эл тақтаны төңгеріп, сиқыршы бейнесін Уилл деп белгілі болыпсты. Сосын Демогоргонның фигурасын қойып, Уилл содан жасырынып жүр дегенді ишарамен түсіндіреді. Інісін іздеп жүрген Джонатан Мируд аумағында Уиллдің велосипеді табылған жерлердің маңын суретке түсіріп жүреді. Кенет айқаға естіп сол жаққа қарай жүгіреді. Бірақ қатты дауыстың бәрі Стивтің үйіндегі кештен шығып жатқанын байқайды. Нэнси ертіп келген Барбара бұл ортаға мүлде үйренісе алмай, өзіне орын таба алмай отыр. Қолындағы сыра бөтелкесін ашпақ болғанда, байқаусызда қолын жарақаттап алады. Джонатан қашықтан кешті суретке түсіріп, кадрларды жалғастыра береді. Осы кезде үйде Джойс бірнеше сағат бойы телефонның қасынан еш қайда кетпей күтіп отырған қоңырауын ақыра алады. Тұтқадан Уиллдің анашым деген дауысын естіп, есеңгіреп қалды. Джойс толқып, оның қай жерде екенін айтуын сұрайды. Шамдар жыпылықтап, телефон тағда от шығарып, істен шығып қалады. Сол сәтте Джонатан жиі қосатын «Should I stay or should I go» әні оның бөлмесінен ойнай бастайды. Джойс бөлмені ашса, ішінде ешкім жоқ. Үйдің жарығы өшіп, тұсқағаздар қозғалып, қабырғаның ар жағынан адам бейнесіне ұқсайтын белгісіз бір нәрсе қылана бастайды. Джойс қатты қошорқып балаға жүгіріп шығады. Бірақ көліктің ішіне отырған кезде жарық қайта жанып, әлгі ән Джонатанның бөлмесінен тағы паузаға түседі. Ол бәрібір үйге қайта кіруге бел буады. Кеште Нэнси Стивпен бірге жоғарғы қабатқа көтеріледі. Барбара оған тоқтау салуға тырысып, кейін қатты өкінетін нәрсе істеме деген ишара жасайды. Бірақ Нэнси оны тыңдамай үйге қайта беруін айтады. Сол уақытта Джонатан үйдің сырт жағынан бәрін суретке түсіріп жүр. Барбара Стивтің бассейні жанында жалғыз отыр. Қолындағы жарадан суға қан тамған сәтте оның артында белгісіз мақұлық пайда болады. Келесі секундта әлгі мақұлық та Барбарада бір мезетте ғайып болады. Камерасы кенеттен істен шығып қалған Джонатан ештеңе байқамайды. Барбара есін жиды. Өзі бос тұрған суы сорылған бассейннің ішінде жатыр. Төңірек түгелдей қара өсінділермен қапталған. Ол сатыға жармасып, сыртқа шықпақ болады. Нэнсиді шақырады, бірақ оны ешкім естімейді. Белгісіз мақұлық Барбараны қайта бассейнге тартып әкетеді. Содан кейін ол үнсіз қалады. Біршама уақыттан кейін Нэнси ұйықтап қалған Стивті тастап үйіне қайтады. Оны үйде алаңдап отырған анасы күтіп алған. Анасы Нэнсидің үстіндегі свитердің Стивтікі екенін байқайды. Ал Нэнси бұл жайында ештеңе айтқысы келмейді. Таңертең Джонатан түсініксіз дыбыстардан оянып кетеді. Уиллдің бөлмесіне кіргенде анасын шаммен сөйлесіп отырған күйде көреді. Джойс сол шам арқылы Уилл өзіне белгі беріп тұр деп сенеді. Ол шам жыпылық
қалықтаса, ойлағаны рас болғаны деп іштей өтініш айтады. Шам жарқ етеді, бірақ Джонатан мұның бәрі тек жарықтың дұрыс істемеуінен деп ойлайды. Ол анасына тынығу керегін айтып, бауырын іздеуді жалғастыруға шығып кетеді. Майк, Дастин және Лукас Уиллды табу және оны өздері Демогоргон деп атап кеткен тіршілік иесінен қорғау жоспарын талқылайды. Лукас Вьетнамда әскери қызметте болған әкесінің құралдарын және айбалтаға арналған таспа таңғышын алып шықса, Дастин жолға тамақ алып келеді. Дастин мен Лукас елдің қабілеттерінің рас өтіне қатысты сөзге келіп қалады. Дастин елге Майктың ойыншығын ой күшімен көтертіп көрмек болады, бірақ ел оған назар аудармайды. Оларды Майктың анасы мектепке жиналуды айтқанда әңгіме үзіліп қалады. Шығар алдында Майк елге қол сағатын береді. Сағат 3:15 минутын көрсеткенде электр желілерінің жанында кездесіп, Уиллді іздеуге көмектесуі керегін айтады. Мектепке келген соң, Нэнси сыныптастарының өзіне оғаш қарап тұрғанын байқайды. Стив түндегі жағдай жайлы ешкімге айтпағанын айтып, оның көңілін орнына түсіруге тырысады. Нэнси осы уақытта Барбара сабаққа келмегенін аңғарады. Үйде жалғыз қалған Эл Майктың ойыншығын ой күшімен ауаға көтереді. Сосын бөлмелерді аралап жүріп, теледидарды қосады. Арналарды ауыстырып отырып, Кока-Кола жарнамасына көзі түседі. Бұл оған Мартин Бреннер бір кездері ой күшімен алюминий банканы қысып сындыртқан сәтте еске түсіреді. Эл сол әрекетті қайталап, мұрнының ұшында әлсіз тамшы пайда болады. Ал Джойс дүкеннен барлық шам гирляндаларын сатып алып, үйді түгел жарықпен көмкереді. Оның ойынша, Уилл осы арқылы белгі бере алады. Хопперге Хокинс зертханасын тексеруге рұқсат беріледі. Уилл жоғалған түні түсірілген бейне жазбалардан күдік тудыратын ештеңе табылмайды. Бірақ Хоппер сол түні жаңбыр жауғанын жақсы біледі. Ал таспада ауа райы мүлде басқаша көрсетілген. Ол зертхана қызметкерлерінің бір нәрсені жасырып отырғанын түсінеді. Эл Нэнсидің бөлмесіне кіріп, қабырғадағы Нэнси мен Барбараның суреттері жапсырылған айнаны көреді. Түскір үзілісте Нэнси Томиге Барбара кештен кейін шыққанын көрмегенін сұрайды. Ол көрмегенін айтады. Ал Майк, Дастин және Лукас айбалтаға тас жинап жүргенде Трой мен Джеймс деген бұзық балалар жолдарын кескестейді. Олар Уиллдың жоғалып кеткенін айтып, мазар жасап, кетерінде Майкты шалыстырып жібереді. Майк құлап, иегін тасқа соғып алады. Фото зертханада Джонатан сол түнде түсірген суреттерді шығарып жатады. Солардың бірінде Нэнсінің бейнесі байқалып қалғанын көрген сыныптасы таңданып қалады. Джонатан ештеңе демей суреттердің бәрін жинап зертханадан шығып кетеді. Керен, Майктың анасы, кішкентай қызы Холлыды ертіп, Джойсқа ас алып келеді. Олар ас үйде сөйлесіп тұрған кезде үйдің ішінде ілініп тұрған шамдар кенеттен жыпылықтап қоя береді. Сол жарықтың соңынан ерген Холлы Уиллдың бөлмесіне кіріп кетеді. Қабырға қайтадан қозғалғандай болады. Мұны көрген Джойс қатты абыржып, Холлыды дереу бөлмеден алып шығады. Не көргенін сұрай бергенде, Керен Джойстың түрінен қорқып, қызы ештеме деместен үйден кетіп қалады. Ал шериф Хоппер мен оның серігі Келвин кітапханадан Хокинс зертханасына қатысты ескі материалдарды ақтарып, адамдарға жүргізілген болуы мүмкін жасырын тәжірибелер туралы бірнеше мақала табады. Солардың арасында Терри Айвз деген әйелдің мақаласы бар. Онда ол Мартин Бреннер қызын тартып алды деп жазған. Хоппер осыдан кейін Бреннердің Уиллдың жоғалуына қатысы болуы мүмкін деп күдіктене бастайды. Нэнси Барбараның анасын іздеп хабарласып, Барбара кештен кейін үйге оралмағанын біледі. Джонатан көлігіне жақындаған сәтте Стив пен оның достарын көреді. Фото зертханадағы қыз суреттерден Нэнси көрінгенін Стивке айтып қойған екен. Олар өз көздерімен көру үшін келген. Томми Джонатанның сөмкесін тартып алады. Ал Стив суреттерді жыртып, камерасын сындырады. Жерге түскен жыртықтардың арасынан Нэнсиге Барбараның суреті көзге түседі. Нэнси оны тез жинап алып кетіп қалады. Эл электр желілерінің жанында сағат 3:15 минутын күтеді. Осы кезде ол бір мысықты көріп, есіне Бреннер бір кездері оны ой күшімен жануарға зиян келтіруге мәжбүрлемек болған сәт түседі. Эл бас тартқанда, Бреннер күзетшілерге оны кішкентай бөлмеге қайта қамап қоюды бұйырған еді. Қайтадан қамалудан қорыққан Эл есік жабылмай тұрып, екі күзетшіні өз қабілетімен тоқтатып тастаған. Кейін Бреннер оны
мақтаған. Қазіргі сәтте балалар елді іздеп жетеді. Ол Майктың велосипедіне мінеді. Орманға кіргенде Эл Майктың иегіндегі жараны байқайды. Майк өзін тасқа құлап алғанын айтады. Бірақ Эл сенбейді. Ақыры Майк бұзық балалардың оны итеріп жібергенін мойындап, өзін әлсіз көріп қалмасын деп айтпай қойғанын түсіндіреді. Эл оның ондай емес екенін айтады. Нэнси Стивтің үйіне барып, Барбараның көлігі сол күйі орнында тұрғанын көреді. Ол ішке кіріп, құрбысына қатысты бір белгі табан ба деп аулаға барады. Сол сәтте көз ілеспес жылдамдықпен әлдененің қозғалып өткенін байқап, қорқып қаша жөнеледі. Байерстердің үйінде шамдар қайтадан жыпылықтап, Джойсты кереует жанындағы үстелге қарай жетелейді. Ол бұл Уилл ме деп сұраған сәтте шамдар жанып, баласының тірі екенін, бірақ қауіпті жерде қалғанын аңғартады. Екеуі толық сөйлесе алмайтынын түсінген Джойс қабырғаға әріптерді жазып, әрқайсына шам жалғап қояды. Осылайша Уилл сөз құрап анасына нақты хабар жібере алады. Нэнси үйіне жылап келіп, анасына Барбараның жоғалғанын айтады. Ал Хоппер мен Келвин кітапханадан тапқан материалдардың қаншалықты шынайы екенін талқылайды. Хоппер Уилл зертханаға қатысты бір нәрсеге кездейсоқ куә болып, соның кесірінен ізім қайым жоғалған болуы мүмкін деп ойлайды. Сол сәтте рациядан хабар түсіп, ол дереу көлігіне отырып, бабылды қосып, оқиға орнына аттанады. Эл Майк, Лукас және Дастинді Байерстердің үйіне ертіп барады. Уилл сонда жасырынған деп сендіріп, Лукас оның сөзіне сенбей, ашу ұтып Майкпен сөзге келеді. Араларындағы шиеленіс жақын маңнан өткен полиция дабылының дыбысымен үзілді. Балалар ойланбастан сол жаққа қарай жүгіреді. Үй ішінде Уилл шамдар арқылы өзін осында екенін білдіріп, Джойстан қашуды сұрайды. Қабырға тағы қозғалып, сұр терілі, беті жоқ биік тіршілік иесі Демогоргон бөлмеге енеді. Дәл осы кезде балалар мен Эл оқиға орнынан алыс емес жерде болып, судан бір денені шығарып жатқан билік өкілдерін көреді. Майк оның Уилл екеніне сенгісі келмей, қатты күйзеледі. Эл жұбатпақ болғанда, ол оған ашуланып, Уилл тірі дедің деп кіналайды. Майк үйге жалғыз қайтып, анасынан құшақтап, жұбаныш іздейді. Ал Джойс далаға жүгіріп шыққанда, Джонатанды көріп, бәрін іште ұстап келген күйімен құшақтайды. Сол кезде полиция көліктері үйлерінің алдына тоқтайды. Шериф Хоппер Джойсқа Уиллдің жартасты жерге абайсызда құлап, өміріне қауіп төнгенгенін айтады. Бірақ ол бұған сенбейді. Баласымен шамдар арқылы сөйлескенін және қабырғадан шыққан тіршілік иесін көргенін түсіндіреді. Хоппер өзіне де қызы Сараны жоғалтқаннан кейін талай рет оны көргендей, естігендей болғанын айтып, Джойсты ертең мәйітханада бәріне көз жеткізуге шақырады. Шериф кеткен соң, Джойс сарайдан балта алып, бөлмеге қайта оралып, қабырғаға телміріп отырады. Ол Демогоргон қайта шығады деп күтіп, сақ қарап отырады. Майктың ата-анасы жаңалықтарды көріп, Уиллдің жағдайы туралы естиді. Майк жертөледе отыр. Жақын досының жоғалуынан қатты күйзелген. Ал Эл радиомен ойнап отыр. Ақыры Майк шыдай алмай, Элға қатты дауыспен айып тағып, оны адал емес деп атайды. Уилл әлі тірі деп сендіргені үшін кінәлайды. Лукас дұрыс айтқанын мойындайды. Сол сәтте радио арқылы Уиллдің «Should I stay or should I go» әнін айтып тұрған дауысы естіледі. Эл оның тірі екеніне сендіріп, күшінен мұрнынан қан аға бастайды. Келесі күні таңертең Майк анасына мектепке бара алмайтынын айтады. Себебі Уиллге болған жағдайдан әлі шығара алмай жүр. Анасы жұмысына кеткен соң, ол Лукасқа радио арқылы хабарласып, оны Дастинмен бірге келуге шақырады. Джонатан шаршаған анасын оятып, олар мәйітханаға барып, Уиллдің денесін қарауға кетеді. Мәйітханада шериф күтіп тұр. Бірақ әдеттегі патолога анатомға рұқсат берілмегенін, оның орнына үкімет қызметкері жүргізетінін айтады. Джонатан мен Хоппер Джойстың психологиялық күйін талқылайды. Екеуі де ол жағдайға шыдайтынына үміттенеді. Бірақ Джойс қарау бөлмесінен шығып, үстелдегі дененің өз ұлы емес екенін айтып, бетінде дақ жоқтығына назар аударады. Сыртта Джонатан оны сабырға шақырғанымен, Джойс сенімді болып, Уилл әлі тірі деп тұрады. Нэнси Стивпен сөйлесіп, Барбараның жоғалғанын айтып береді. Ол өткен түнде Стивтің артқы ауласында болғанын және шылдан нәрсе көргенін баяндайды. Стив ашуланып, полицияның үйіне келуі және ата-анасының рұқсатсыз кеш туралы білуі мүмкін деп уайымдайды. Ел өзінің күшін пайдаланып, Уиллдің жылаған даусын радиодан жігіттерге жібереді. Майк пен Дастин оған сенсе, Лукас
Лукас Уилл кеткен деп ойлап, елдің тұрақсыз екеніне сенімді. Майк пен Дастин Уиллге жету үшін мектептегі мықты радиоқұрылғыны қолдануға болатынын ойлайды. Олар елді назар аудартпай ішке кіргізу үшін оған парик пен Нэнсидің бір көйлек киеді. Балалар радиоклуб бөлмесіне қарай бет алады. Бірақ мистер Кларк оларды тоқтатып, неге спортзалдағы Уиллдің еске алу рәсіміне қатыспай жатқанын сұрайды. Елді сәл күдікпен қарап шығады. Балалар оны Майктың қыз туысы Элеонор деп таныстырады. Кларк түсінік қабылдап, барлығын спортзалға қарай бастап кетеді. Хокинс зертханасында Бреннер сол жерде тұрған сарбаз Шепардты қабырғадағы жарық арқылы жіберіп бақылап отыр. Жарықтың арғы жағында басқа өлшемге апаратын портал бар. Сол жерде қазір Уилл, Барбара және Демогоргон тұтқындалған. Мектепте Нэнсини полиция шақырып, амасы Каренмен бірге сұрақ қалады. Ол сол түнде болған барлық оқиғаларда Каллахан мен Кельвинге айтып береді. Кек Стивпен жалғыз қалған сәтін әдейі айтпайды. Осы уақытта шериф Хоппер Уиллдің денесін тексеруге тағайындалған қызметкер Генримен сөйлеседі. Генри Уиллдің денесі мәйітханаға келгенде бірнеше үкімет өкілдері оны уақытша өз жұмысынан кетуге мәжбүрлегенін айтып береді. Нэнси мен Карен үйге оралады. Карен қызының полицияға жалғам айтқанына ренжіп, ашуланады. Нэнси маңызды мәліметтердің бәрін айтып бердім деп тұрады. Және жеке мәселелер жеке қалуы керек деп санайды. Кейін бөлмесінде Нэнси Джонатан түсірген жыртылған фотоларды жинастырып қарап, бір нәрсені байқайды. Барбараның артында қараңғы фигура тұрғандай көрінеді. Портал ішінде Шепард жағдайды тот басқан деп сипаттап, оған қаралып отырғанын тез түсінеді. Қорқып, оны шығаруды талап етеді. Зертхана қызметкерлері кабельді тартады, бірақ Шепардтың екінші ұшынан жоғалғанын байқайды. Сол вақытта Майк Трой мен Джеймстің Уиллдің жағдайымен мазақтасқанын көреді. Еске алу рәсімінен кейін Майк Тройды жерге итереді. Трой Майкты ұрмақ болады, бірақ ел араласып, оны бәрінің көзінше ұятқа қалдырады. Сонда көрермендер күлкіге қалады. Нэнси Джонатанға келеді. Ол Уиллге арналған табытты таңдауда. Ол оған қалпына келтірілген фотоны көрсетіп, орманда көрген құбыжық туралы айтып береді. Шериф Хоппер Уиллдің денесін тапқан қызметкер Дэвидпен барда кездеседі. Дэвид Хоппердің сұрақтарына ашуланып кеткісі келеді. Бірақ Хоппер оны тоқтатып, жағдайдың жасанды түрде қойылғанын мойындатуға мәжбүр етеді және мойындауына дейін соқты. Сол сәтте Хоппер олардың қаралып отырғанын байқап, көлікті көреді. Дэвид екеуіне де қауіп төнуі мүмкін екенін ескертеді де, көлік жылдам кетіп бара жатып қашады. Ел мектептегі радиоклубтағы құралдардың қасында орын алады. Сол сәтте флешбек басталады. Бреннер оған бір фотодағы адамды табуды және айтқан сөздерін қайталауды бұйырады. Бірақ ел орнына оның дауысын ұранжақ арқылы мектепке таратуды шешеді. Бреннер нәтижеге таң қалады. Қайта қазіргі уақытта ел өз күшін пайдаланып, Уиллге жетуге тырысады. Джойс ұлын өз атымен шақырып тұрғанын естиді. Сол уақытта сол дауыс мектеп радиосы арқылы балаларға да жетеді. Джойс қабырғаны жұлып алып, Уиллді жасырылған жерден табады. Ол анасына келіп жатыр деп ескертеді және өзі үй тәрізді, бірақ қараңғы әрі суық жерде екенін сипаттайды. Джойс ұлына қашып жасырынуды бұйырады. Тез арада оны табатын уәде етеді. Қабырға қайта тасқа айналады, ал мектептің радио зертханасындағы барлық құралдар кенеттен қосылады. Дастин кішігірім өртті өшірулі құралмен тез сөндіреді. Қиналған Джойс ұлын құтқару үшін балтамен қабырғаны сындырып көргенімен, Уилл енді жерде жоқ екенін байқайды. Сол уақытта Джонатан мен Нэнси мектеп фотолабораториясына барып, бір фотосуретті үлкейтеді. Күтіп тұрған кезде Нэнси Джонатанның адамдарды сөзден гөрі бақылағанды ұнататынын байқайды. Ол адамдар шын ойларын сирек айтады. Бірақ дұрыс сәтте түсірілген фото олардың шынайы эмоциясын көрсетеді деп түсіндіреді. Фотосурет өңгеліп шыққанда Демогоргон анық көрінеді. Хоппер мәйітхананың есігін ашып, Уиллдің денесін өз көзімен тексереді. Ол қорқынышты көріністен шошып, дене шын мәнінде синтетикалық материалмен толтырылған қуыршақ екенін түсінеді. Сол уақытта Джойс бұрынғы күйеуі Лонни келеді. Ол қолында қорған іздеп дереу оған құшаққа секіреді. Хоппер қауіпсіздік қақпасын кесіп, Хокинс зертханасына кіріп, екі күзетшімен бетпе-бет келеді. Біреуін бағындырып, екіншісіне қаруын бағыттайды. Кілт картасын алып, зертхананың құпия секторына кіреді.
Сол уақытта Лонни мен Джойс асханада отырып бірге сусын ішеді. Лонни Джойсты психологқа баруға көндіргісі келеді. Оның ақыл есі дұрыс емес деп қорқады. Хоппер зертхананы ары қарай тексеріп, бала бөлмесін табады. Қабырғасында бір бала ересек адамға мысыққа бірдеңе жасауға мәжбүр болып тұрған сурет салынған. Майк, Дастин және Лукас радиодан естігендерін талқылай отырып, Уиллдің қайда болуы мүмкін екенін анықтауға тырысады. Эл сәл сыбырлап, артқа әлемде дейді. Майк оның бұрын ойынды бұрып, Уиллдің сол жерде жасырынғанын түсіндіргенін есіне алады. Сол сәтте ол Уилл Апсайд тауында қамалған деп теория жасайды. Дастин бұл орында көлеңкелер долинасы деп сипаттайды. Біздің әлемнің қараңғы, көрінбейтін айнаға ұқсас нұсқасы. Майк тіпті Уилл өзінің үйінде болуы мүмкін деп болжайды. Бірақ тек осы қараңғы айна әлемінде ғана. Сол уақытта зертхана күзетшілері Хопперді табады. Бірақ ол лифтке секіріп, төменгі қабатқа түседі. Коридорларды зерттей жүріп, ол қабырғадан жарыққан жарықты басқа өлшемге өтетін порталды байқайды. Сол сәтте оны байқап, бейсана күйге түсіреді. Джонатан үйге оралып әкесін көреді. Ол Лонниден кетуді талап етеді. Бірақ Лонни Джойстың Уиллдің жоғалуын қабылдауына көмектесу үшін келгенін айтады. Келесі күні Хоппер өз трейлерінде оянып, үстелінің үсті дәрі-дәрмек пен алкогольге толғанын байқайды. Іздеу кезінде ол шамның ішінен тыңшы құрал табады. Бреннер балалардың Уиллге хабарласуға тырысқан жазбасын тыңдап, Эл олардың қасында екенін түсінеді. Сол уақытта Уиллдің иттері жанында жылап жатыр. Ал достары мен отбасы Уиллдің қазасы деп ойлаған рәсімге қатысады. Сол сәтте флешбек көрсетіліп, Джойс Уиллдің өзінің сүйікті Dungeons and Dragons кейіпкерін Уилл ақылдыны салып жатқанын көреді. Нэнси мен Джонатан Демогоргонды тоқтатулары керек деп шешеді. Джонатан әкесінің қолшатыр қорабын ашып, тапқан тапаншасын алғанын мойындайды. Зертхана қызметкері мектептегі өртенген радионы тексеріп, нәтижесін басшылыққа хабарлайды. Уиллдің еске алу рәсімінде балалар мұғалімдері мистер Кларктен басқа өлшемге қалай жетуге болатынын сұрайды. Кларк Хью Эвереттің параллель әлемдер теориясын түсіндіріп, оны қағаз табаққа салады. Ол басқа өлшемге кіру үшін таң қалдырарлық, дерлік мүмкін емес энергия қажет болатынын қосады. Майк портал мүмкіндігі туралы айтқанда, Кларк мұндай порталдар болса, оларды электромагниттік өрістердегі өзгерістер арқылы анықтауға болатынын атап көрсетеді. Каллахан мен Кальвин Хопперге Меркут орманында екі адамның жоғалғанын хабарлауға келеді. Дәл сол жерде Уилл де жоғалған болатын. Олар сонымен қатар штат полициясы Барбараның көлігін автобекеттен тапқанын айтады. Үйде Лонни Джойсқа Сатлер компаниясына Уиллдің қазасына жауапкершілік жүктету керек екенін айтады. Сол уақытта Майктың үйінде Дастин компастың солтүстікке емес, басқа бағытқа қарап тұрғанын байқайды. Бұл жердегі магнит өрісінің бұзылып тұрғанын білдіреді. Ол мистер Кларктың түсіндіргенін еске алады. Өлшемдер арасындағы портал күшті электромагниттік кедергі тудыруы мүмкін. Егер компас солтүстікке емес, басқа бағытта қараса, бұл порталға немесе параллель әлемге жақын екендіктің белгісі. Эл бұл хабарды естігенде айқын қорқады. Лонни душ қабылдап жатқанда, Джойс оның сөмкесін тексеріп, жеке жарақатқа қатысты заңгердің флайерін табады. Лонни тек Уиллдің қазасымен байланысты ақша үшін келгенін түсінген Джойс ашуланады. Ол ешқашан Уиллді іздеуді тоқтатпайтынын мәлімдеп, Лонниді дереу үйінен кетуге бұйырады. Стив Нэнсиге жақындап, Барбараның жоғалуы кезінде немқұрайлы қарағаны үшін кешірім сұрайды. Ол оны көңілін көтеру үшін кездесуге шақырады. Бірақ Нэнси бас тартады. Джонатан ату машығын жаттықтырады. Бірақ бәрі де сәтсіз болады. Нэнси қосылып дәл нысанаға тиеді. Хоппер бұрынғы әйелі Дианамен сөйлесіп, сағынып жүргенін мойындайды. Бірақ баланың жылаған дауысын естіп, телефонды қояды. Балалар компас көрсеткен жұмбақ бағытқа қарай қозғалады. Сол жолда Элдің тағы бір флешбегі басталады. Еске алуында Мартин Бреннер оған ксрода біреудің не айтып тұрғанын тыңдауы керектігін айтады. Ел өзінің қабілеттерін күшейтуге арналған сенсорлы депривация цистернасына қойылады. Қазіргі уақытта Эл Майкке үйге қайтуға көндіруге тырысады. Бірақ Майк оған
көнбейді. Өйткені ол шаршамаған. Джонатан мен Нэнси орман арқылы сөйлесіп келе жатады. Нэнси Джонатаннан өзінің түсірген фотосында не көргенін сұрайды. Ол өзін басқа біреу сияқты көрсетуге тырысқан, бірақ жалғыз қалған қызды көрдім деп жауап береді. Нэнсиге бұл жауап ұнамай, ол ашуланады. Әрі олардың арасында қатты дау басталады. Сол уақытта шериф Хоппер Джойстың үйіне келеді. Ол дереу оған ештеңе айтпа деп жазылған жазбаны көрсетеді. Өйткені үйде тыңшылық құрылғысы болуы мүмкін деп күдіктенеді. Джойс үйдің әр жеріне сансыз шамдар іліп қойғанын байқап, Хоппер олардың кез келгенінде тыңшылық құрылғысы жасырылған болуы мүмкін екенін түсінеді. Хоппер бірнеше сағат бойы үйді мұқият тексереді, бірақ ештеңе таба алмайды. Кейін ол Джойсқа Уиллдың денесі шын мәнінде жалған екенін дәлелдеп, оның дұрыс екенін мойындайды. Балалар, порталдың орнын табу үшін әлі де күресіп жүр. Лукастың көзі елдің жеңінде қанды байқап, ол компастарымен ойнағанын түсінеді. Балалардың портал табуына кедергі жасау үшін оларды шеңбер бойымен қозғалтып жүрген. Ел портал қауіпті екенін ескертеді. Ашуланған Лукастың ойынша, ел өзі Демогоргон болуы мүмкін. Майк пен Лукастың ел туралы дауысқа айналып, жанжал ұлғая береді. Ел күшін қолдана отырып, Лукасты металл қалдықтарының үстіне лақтырады. Майк пен Дастин оны қорғауға жүгіріп келеді. Ал Майк елге айқайлайды. Бұл елдің естелігін оятып, ол өзін сенсорлы депривация цистернасында және қараңғы войт ішінде тапқанын есіне алады. Сол войт ішінде ол ағылшын адамын тауып, оның сөздерін зертхананың дыбыс жүйесі арқылы тарата бастайды. Бір кезде войт ішінде қатты үрейлі үңгір естіледі. Ел қорқып цистернаны тастап шығуын сұрап айқайлайды. Қазіргі уақытта Лукастың есі шыққан соң ол үйге қайтуға шешім қабылдайды. Майк пен Дастин артқа бұрылып, ел жоғалып кеткенін байқайды. Нэнси мен Джонатан орманда жараланған бұғыны көреді. Джонатан оны азаптан құтқармақ болады. Бірақ кенеттен белгісіз бір нәрсе бұғыны сүйреп алып кетеді. Нэнси қан ізімен жүріп отырып, ағаштың түбіндегі порталға тап болады. Бұл портал Хокинс зертханасындағы өткелге өте ұқсайтын. Ол ішіне кіріп, өз қаласының қараңғырақ, суығырақ және мүлде тіршіліксіз параллель нұсқасы төңкерілген әлемге өтеді. Сол жерде ол Демогоргонның бұғыны жеп жатқанын көреді. Жаратылыс басын бұрып оған арылдайды. Нэнси айқайлап жібереді. Оның дауысын естіген Джонатан жанұшыра іздей бастайды. Оның нақты қайда екенін білмей. Ағаштағы портал баяу жабыла бастайды. Нэнси әрең дегенде сыртқа шығып үлгереді. Джонатан оны қауіпсіз жерге тартып алады. Олар порталдың толық бітеліп қалғанын көріп тұрады. Сол уақытта Стив достарымен Нэнсидің амандығына көз жеткізу үшін оның үйіне келеді. Терезеден қарап қалғанда Джонатанның Нэнсиді жұбатқанын көріп, үнсіз кетіп қалады. Шериф Хоппер Джойске Хокинс зертханасына барғанын айтып, онда әкесі баласын күштеп, мысыққа бір нәрсе жасатып жатқандай әсер қалдыратын суреті бар баланың бөлмесін көргенін жеткізеді. Джойс бұл бөлме Уиллдікі емес екенін түсінеді. Өйткені оның суреттері әлде қайда күрделірек. Хоппер бұрын кітапханадан оқыған мақаласын есіне алып, бұл бөлме Терри Айвстың ұрланған қызы Джейнге тиесілі болуы мүмкін деген болжам жасайды. Нэнси душқа түсіп, Демогоргонмен кездесуін қайта-қайта ойша шолып шырады. Бөлмесіне қайтқанда, ол жалғыз қалғысы келмей, Джонатанның қасында болуын сұрайды. Джонатан монстр олардың үйіне жете алмайды деп жұбатуға тырысады. Бірақ Нэнси бұған сенімді емес екенін айтады. Келесі күні таңертең шериф бір мекенжай алады да Джойспен бірге сол жаққа аттанады. Нэнси Джонатанға олар Демогоргонды тоқтату керегін, Уилл мен Барбараны төңкерілген әлемнен құтқару қажет екенін айтады. Егер олар әлі тірі болса деген үміт сақталады. Олар жаратылыстың қан иісіне тартылатынын түсініп, оны осы тәсілмен қақпанға түсіріп жемуді жоспарлайды. Кони Фрейзер мистер Кларктың үйіне келеді. Өзі ерекше балалар радиоклубының өкілі болып танысады. Ол Кларктен Майк, Дастин және Лукас туралы сұрақтар қойып, олардың қайда тұратынын да біледі. Дастин Майктың жертөлесіне келеді де, Майк Лукасқа бірінші соққышы бергені үшін клуб ережесін бұзды деп ескертеді. Енді Майк бірінші болып кешірім сұрауы керек болады. Лукас кешірімін тек ел топтан шығарылса ғана қабылдайтынын айтады. Бірақ Майк бас тартты.
Сонда Лукас Уиллді өз бетінше табатынын айтып кетеді. Елге флешбекке ораламыз. Доктор Бреннер оның әкесі бөлмесіне кіріп оған гүл береді де бүгін ерекше күн екенін айтады. Содан кейін ел орманда оянады. Ол жақын жердегі супермаркетке барады де, Бреннер оны Демогоргонды бақылау үшін сезімталдықтан айыру құбырына қалай салып қойғанын есіне алады. Дүкенде ол бірнеше вафля қорабын ұрлап, телекинез күшін қолданып, күзетшінің оны ұстап кетуіне кедергі жасайды. Сол уақытта Джойс пен Хоппер Терри Айвстың үйіне келеді. Оның әпкесі Бекки есікті ашады да, Терри бұрын жүкті кезінде Хокинс зертханасының жасырын жобасына қатысқанын, бірақ тәжірибе кезінде баласын жоғалтқанын түсіндіреді. Терри өзінің қызы Джейннің аман қалғанын және ерекше қабілеттері бар екенін, соның ішінде телекинез бар екенін айтады. Лукас Уиллді өз бетінше іздеуге аттанады. Кете бергенде мектептегі өртенген радионы тексерген бір кісіні байқайды. Бірақ оған мән бермей ізін жалғастырады. Майк пен Дастин елді іздеуге шығады. Жол бойында олар есігі сынған супермаркетті байқап, елдің сол жерде болғанын түсінеді. Лукас зертхана аумағына жетеді. Ал Джонатан мен Нэнси жергілікті дүкеннен аңшылық жабдықтарын сатып алады. Дүкеннен шыққанда жергілікті кинотеатрдың қабырғасына Нэнсиге бағытталған дөрекі граффити көреді. Жақын маңда Стив пен достары әлі де мүлікті бүлдіруде. Нэнси оларға қарсы шығады. Ал Стив соңғы түнде Джонатанмен бірге Нэнсиді көргенін айтады. Содан кейін ол Уиллді Джонатанның кіші бауырын балағаттап төбелесті бастайды. Джонатан жеңеді, бірақ полиция келеді. Стив пен достары қашып кетеді, ал Джонатан ұсталады. Лукас портал іздеуге өз бетінше шыққанда, Майк пен Дастин елді іздеп жүріп, Трой мен оның досына тап болады. Трой Дастинді ұстап, пышақты мойнына қояды да, Майкты жардан секіруге мәжбүр етеді. Әйтпесе, Дастин зардап шегеді деп қорқытады. Майк секіреді, бірақ кенет ауада тоқтап, қайтадан жардың шетіне сырғиды. Ел оны телекинез күшімен құтқарады. Ол Тройдың қолын оймен сындырып, қорқақтарды қашуға мәжбүр етеді. Флешбекке ораламыз. Ел алғаш рет Демогоргон мен бос кеңістікте бетпе-бет кездескен сәтін еске алады. Ол жақындап оны сипайды. Ал монстр тұрып, үрейлі дауыспен рың ете түседі. Осы кездесу зертханада порталдың ашылуына себеп болады. Қайта қазіргі уақытқа оралатын болсақ, ел портал ашып, істі олардың әлеміне жібергенін мойындайды. Майк пен Дастин оған кінә артпайтынмын. Ол олардың досы екенін еске салып жұбатады. Үшеуі құшақтасады. Олар үйге қайтуға аттанады. Бірақ Хокинс зертханасының қызметкері оларды байқап, елдің орнын Бреннерге хабарлайды. Бреннер мен команда толық дайындалып жолға шығады. Сол уақытта Лукас зертхана аумағынан шыққан әскерлерді бақылап тұр. Майк елді үйіне жеткізеді. Оның парегін шешіп, табиғи шашымен жақсы көрінетінін айтады. Олар сүйісуге жақындағанда, Дастин араласып, Лукас радио арқылы олармен байланысуға тырысқанын хабарлайды. Лукас жаман адамдар келе жатқанын айтып, тез кету керегін ескертеді. Терезеден сыртқа қараған Майк жөндеушіні көреді де, анасына кімге қоңырау шалғанын сұрайды. Анасы жоқ дейді. Сол сәтте балалар велосипедтеріне мініп кетеді. Лукас оларға қосылады, бірақ зертхананың көліктері соңынан қуып жетеді. Бір көлік жолдарын жауып, тосқауыл қояды. Ел телекинезін пайдаланып, көлікті аударып, жол ашылады. Қашқан соң Лукас елден өз әрекеті үшін кешірім сұрайды. Ал ел топты адастырғаны үшін кешірім сұрайды. Майк пен Лукас қайта татулашып, топ арасындағы сенімді қалпына келтіреді. Джойс пен Хоппер полиция бөлімшесіне жетеді. Джойс ұлын қолына кісен салынғанына қарсы шығып, оларды шешуді талап етеді. Бірақ сол кезде полицейлер атқы жәшіктен аң аулау жабдықтарын шығарып әкеледі. Бұлар бұрынғы қару дүкенінен сатып алынған құралдар. Джонатан Хопперге Демогоргонның суреттерін көрсетіп, орманда болған оқиғаны түсіндіреді. Және істің қан иісіне тартылатынын айтады. Джойс ұлын қарапайым ойластырмай әрекет жасағаны үшін бауласа бастайды. Бірақ оларды Тройдың анасының айқайы бөледі. Ол баласының телекинез арқылы қолының сынғаны туралы әңгімесін мазақ еткен полиция қызметкерлерін қатты сөгіп шығады. Хоппер ерекше қабілеті бар қыз туралы естігенде, оның сыртқы түрін сұрайды. Трой сипаттайды. Қысқа шаш,
мұрнынан қан кету, телкинес. Хоппер дереу қызығушылық танытып, бұл қыздың Терри Айвстың қызы екеніне сенеді. Сол уақытта Хокинс зертханасының қызметкерлері Бреннер мен Фрейзерді қоса Майктың үйіне келіп, толық тексеру жүргізеді. Дастин оларды іздейтін тікұшақты байқайды. Балалар велосипедтерін тасталған автобус астына тығып, ішке кіріп кетеді. Стив ауырсынуды басатын дәрілерді ішіп, бостарымен дауласады. Ол Томиге Нэнсиге бағытталған граффити жазуы қате болғанын түсіндіреді. Шамамен төбелесуге дейін барады. Бірақ Томми Стивтің бұрын Джонатанмен қалай күресе алмағанын еске салады және қазір де жеңе алмайтынын айтады. Стив үндемей кетеді, бірақ кінәлі сезіммен қайта оралып, театрдағы Нэнсиге арналған қорлайтын граффитиді өшіреді. Хоппер, Джойс, Нэнси және Джонатан машинада балалардың қайда болуы мүмкін екенін ойлап отыр. Джонатан оларды табудың жолын біледі дейді. Ол Уиллдің бөлмесіне кіріп, кіші бауырынан рация табады. Майк радио арқылы Нэнсиге естігенімен жауап бермейді. Өйткені зертхана қызметкерлері оны ұстап алған болуы мүмкін деп қорқады. Хоппер олармен байланысуға тырысқанда, Майк соңында сөйлеп, орнынан хабарлайды. Олар шерифтің келуін күтеді. Бірақ оның орнына қаруланған зертхана қызметкерлерімен 2 көлік келеді де аймақты іздеуді бастайды. Бір қызметкер велосипедтердің астын байқап, кіруге тырысса, Хоппер дәл сол сәтте келіп, балаларды құтқарады. Барлығы Байерлердің үйінде жиналады. Балалар порталдың Хокинс зертханасының ішінде екенін түсіндіреді. Хоппер зертханада жасырын жүргенде осы порталды көргенін растайды. Джойс пен Нэнси Элден Уилл мен Барбараны табуды сұрайды. Эл Барбараны іздеуге тырысса да, өте шаршағандықтан ештеңеге қол жеткізе алмайды. Ол тек сенсорлық қондырғы, deprivation tank болған жағдайда ғана сәтті бола алатынын айтады. Дастин мектептегі мұғалімдерінен қондырғыны қалай жасауға болатынын сұрайды. Алғашында мистер Кларк бас тартады, бірақ Дастин қызығушылықтың маңызды екенін еске салып, оны көндіреді. Кларк қондырғыны қалай жасау керегін түсіндіреді. Ал Дастинге көп мөлшерде тұз керек екенін айтады. Топ Хокинс орта мектебіне барады. Онда асхана үлкен көлемде тұз сақтаған. Нэнси мен Майк балаларға арналған бассейнді суға толтырады. Джойс елге қаракөз байлау жасап, шын жүректен алғыс айтады. Қорқатын болса, жанында болатынын уәде етеді. Топ бассейнді асханадағы тұзбен толтырады. Ел өздігінен жасалған deprivation tankқа батады. Оның ойы бос кеңістікке кіреді. Ел Барбараны табады. Бірақ ол қайтыс болғанын дереу түсінеді. Қорқыныш пайда болады. Бірақ Джойс оны тыныштандырады. Содан кейін ел Уиллді іздейді және оны Castle Byers ғимаратында табады. Ол Джойстан келген хабарламаны жеткізеді. Ал Уилл суықтан тоңып бара жатқанын айтып, тезірек келулерін сұрайды. Кейін ел қондырғыдан шығады. Хоппер Уиллді құтқару үшін порталға кіруге шешім қабылдайды. Ал Джойс оны қоса барғысы келеді. Нэнси Джонатанға олар жай қарап отырмауы керек екенін айтады. Ол Демогоргонды өз әлемдеріне шақырып, Хоппер мен Джойсты қорғауды ұсынады. Джонатан келіседі. Хоппер мен Джойс зертханаға жетеді. Ал Нэнси мен Джонатан полиция бөліміне кіріп, тәркіленген заттарын қайтаруға тырысады. Зертхана күзетшілері Хоппер мен Джойсты кіреберісте тоқтатады. Джойс кісенге салынады. Бреннер оған жақындап, Уиллмен байланысуға тырысқаны туралы білгенін айтады. Қатты ашуланған Джойс Бреннерге айғайлап, ұлының өлімі неге жалған көрсетілгенін сұрайды. Бреннер өз әрекеті ең дұрыс деп санағанын айтады. Хоппер бірнеше рет электрошокермен таңырқатылып тергеледі. Фрейзер оны қорқытып, бәрін айтпаса зардап шегетінін ескертеді. Хоппер келісім ұсынады. Олар оны мен Джойсты апсайд-даун әлеміне кіріп, Уиллді құтқаруына рұқсат етіп, ал заңсыз зертхана әрекеттерін және көргендерін ұмытып кетуге келіседі. Бреннер келіседі, бірақ бір шартпен: елді тапсыру керек. Шериф келісімді ерінсіз қабылдайды. Джонатан мен Нэнси Байерлердің үйінің айналасына Демогоргонды ұстайтын тұзақтар орнатады. Олар бензин құяды, қармақтар орнатады, мылтықтарын дайындайды. Джонатан өз қолымен жасалған қару да жасайды. Шеге қағылған бейсбол таяғы. Бұл уақытта Хоппер мен Джойс қорғаныш костюмдерін киіп,
зертхана порталынан өтеді. Хокинс зертханасында сарбаздар мектепке шығуға дайындалып жатыр. Фрейзер Уиллді шын мәнінде құтқарса не болатынын сұрайды, ал Бреннер мұның болмайтынын айтады. Апсайдтаун әлемінде Хоппер мен Джойс сынып, күйреп кеткен қорқынышты ландшафт арқылы жүреді. Джойс қорқып барады, бірақ Хоппер оны тыныштандырады. Ол әйелі Дианамен және қызы Сарамен саябақта жүрген кезін есіне алады. Сол сәтте Сара кенеттен ауруға шалдыққан. Сол кезде Нэнси мен Джонатан Демогоргонды қанға шақыру үшін алақандарын кесіп, кейін байлайды. Кенет есіктен қағу естіледі. Бұл Стив. Джонатаннан бұрынғы төбелестері үшін кешірім сұрауға келген. Нэнси есікті ашады. Байланған қолын көрген Стив, Джонатан оны жаралаған деп ойлап, ішке кіріп кетеді. Нэнси оны өзінің қауіпсіздігі үшін кетуге бұйырады. Үйдегі жарық жыпылықтайды. Бұл жаратылыс жақындағанның белгісі. Демогоргон төбеден шығады, ал үштік Уиллдің бөлмесіне қарай жүгіріп барады. Онда аю тұзақтары қойылған. Жарық жыпылықтауы тоқтайды. Демогоргон қайта Апсайдтаунға оралды. Хоппер мен Джойс Апсайдтаунды зерттеп, сынған жұмыртқа мен Касл Байерстың қираған қалдықтарын табады. Қалдықтардың арасынан Хоппер қызының бұрынғы жұмсақ ойыншығына ұқсас ойыншықты байқайды. Нэнси Стивті шығарып салады. Бірақ ол көлігінің терезесінде жыпылықтаған жарықты көріп, Нэнси мен Джонатанға көмектесуге оралуға шешім қабылдайды. Демогоргон Джонатанға шабуыл жасайды. Нэнси оны қорғау үшін атып, тек жаратылысты одан сайын ашуландырады. Стив қақтасқа қосылып, шеге қағылған таяқпен шабуыл жасап, монстрды аю тұзағына айдайды. Джонатан бензинге от жағуға тырысса да, жаратылыс қайта Апсайдтаунға қашып кетеді. Хоппер мен Джойс Байерлердің үйіне қайта оралып, Уиллді іздейді. Сол кезде нақты әлемдегі Рождество шамдары жыпылықтай бастайды. Джойс Джонатанның дауысын естиді, ал Джонатан анасының шақыруын тыңдайды. Майк Уиллді құтқарғаннан кейін Элге өз үйінде тұру орнын ұсынады. Ол Нэнси оған әпке сияқты болатынын айтады. Эл Майктан өзінің бауыры болатынын сұрайды, бірақ Майк болмайтынын жауап береді. Майк оған сезімін, біреуді ұнату дегеннің не екенін түсіндіруге тырысады, бірақ сөздері жетпей, оны жай сүйеді. Сол сәтте зертхана агенттері мектепке келеді. Майк достарына оларды тапқанын ескертеді. Барлық тараптан қошалған кезде Эл өзінің телекинез күшін ашады. Сарбаздарды шабуылдап, саналарын бүлдіреді. Күштің салдарынан Эл есінен танып қалады. Сонда Бреннер пайда болып, Майк пен басқалардан Элді беруді талап етеді. Ешкімге зиян келтірмейміз деп уәде береді. Балалар бас тартады. Сарбаздар оларды ұстайды, бірақ Эл есін жиып, алдында әке деп санайтын Бреннерді көреді. Қанның иісіне тартылған Демогоргон қабырғаны жарып өтіп, бәріне шабуыл жасайды. Сарбаздар атыс ашады, бірақ еш нәтиже бермейді. Демогоргон Бреннерді өлтіреді, артында дүрбелең қалдырады. Лукас, Майк, Дастин және Эл хаос ішінде қашып шығады. Бұл уақытта Хоппер мен Джойс Демогоргонның қан ізін мектеп кітапханасына дейін қуады. Онда олар Барбараның жансыз денесін табады. Алға жылжи отырып, олар Уиллді табады. Аузынан өсім шыққан. Оларды шығарып, Хоппер қимылдап жатқан жаратылысқа оқ жаудырады да, оны соңында бейтараптандырады. Уилл дем алмай жатқандықтан Хоппер Джойсқа жүрек массажын жасауын көрсетеді. Қызы Сараны құтқаруға дәрігерлер жасаған әрекеттерін еске түсіреді. Джойс уайымдап Уиллді оятып алуды сұрайды. Бірнеше әрекеттен кейін ол ақырында қайта тіріледі. Топ әлсіреген Элді үстелге жатқызып, Майк оған жақында өз үйінде тұратынын, мектептегі билеуге бірге баратынын айтады. Сол уақытта Демогоргон қалған сарбаздарды жойып бітірді. Барлық зертхана агенттері кеткен соң, монстр сыныпқа кіріп, балаларға шабуыл жасайды. Эл барлық күшін жинап Демогоргонды қабырғаға тірейді. Ол оған жақындап, басын бұрып сыбырлайды. Сау бол, Майк. Сол сәтте Эл жаратылысты жойып ғайып болады. Ал топ таңырғап үнсіз қалады. Содан кейін оқиға орнына полиция, өрт сөндірушілер және жедел жәрдем келеді. Сондай-ақ Майктың анасы Карен де келеді. Ол абдырап қалған ұлын құшақтап, оның қауіпсіз екенін көріп тынышталады. Уилл ауруханада оянады. Мұнда оны анасы Джойс пен ағасы Джонатан қарсы алады. Джонатан Майк пен достарына Уилл есін жиғанын хабарлайды.
хабарлайды. Балалар қуаныштан лық толып, оған асығып барып, соңғы бірнеше күнде болған оқиғаларды жан-жақты айтып береді. Нэнси аурухана бөлмесінен тыныш кетеді. Жақын досы Барбараны әлі де еске алып қайғырады. Сыртта шериф Хоппер ауруханадан шығып, шылым шегіп көлігіндегіден шығады. Бір ай өтеді. Рождество келеді. Балалар қайтадан үстел басында Dungeons and Dragons ойнап отыр. Джонатан Уиллді алып кетуге келеді. Майк елдің бұрын ұйықтаған жеріне мұңмен қарап қояды. Олар кетіп бара жатқанда Нэнси Джонатанға Рождество сыйлығын береді. Джонатан мен Уилл көлікте отырады. Уилл сыйлықты ашады. Жаңа фотоаппарат. Кейін білінеді. Бұл сыйлық шын мәнінде Стивтен. Ол қазір Нэнсиге қайта оралған. Хоппер орманға кіріп, елдің сүйікті вафельдері салынған пластикалық ыдысы бар ағаш қорапты жерге қояды. Отбасылық кешкі астан кейін Уилл қолын жууға барады. Ваннада ол жөтеліп, шыбық шығарып, қысқа уақытқа Апсайд-таун әлеміне қайта оралады. Ол кез арада үстелге оралып, ештеңе болмағандай тамақтануды жалғастырады.